Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Бұл жерде түсіндіре кетейік, өйткені жаңа қосылған бауырларымыз бар. Аузу деген етістігіміз. Мына неге PDF-ке де қосатын боламыз. Иншалла мәтінден көрсеңіздер болады. Сыйынам дегенді білдіреді. Кімге деген кезде би деген көмекші сөзбен, яғни предлогпен келеді. Неден деген кезде, яда кімнен деген кезде мен деген предлог, яғни харфу жар көмекші сөзбен келеді. Аузу биллахи, Аллаға сыйынамын. Кімнен? Минаш-шайтан, шайтаннан. Қандай шайтаннан? Ар-раджим, таласталған, лағнеттелген, таспен ұрылған деген мағыналарды білдіреді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Негізінде мына жерде әлиф бар, алайда хамза деп айтамыз, оны әлиф демейміз. Хамзатул уасыл, үстінен өтіп кететін хамза, мынандай хамза емес. Сондықтан жазылса да оқылмайтын еді. Көп қайталануына байланысты түсіп қалғанда айтылады. Би тағы да предлог. Бисмиллахи, Аллахтың атымен. Қандай Аллах? Ар-рахмани. Бүкіл мақлұқаттарына, жаратылыстарына өте мейірімді болған. Ар-рахими. Тек қана қиямет күнінде иман еткен құлдарына өте мейірімді болған Аллахтың атымен бастаймын деген негізінде мына жерде бір етістік бар деп қаралады. Әбіда, мен бастаймын, яда біз бастаймыз деген мағынада. Өйткені араб тілінде харфу жарлар, яғни көмекші сөздер, бір етістікпен байланысты сөздер ретінде қаралады. Сондықтан мына жерде де мысалы бейміз аузумен байланысып тұр, меніміз де аузумен байланысып тұр. Харфу жарлардан кейінгі сөздер кәсрамен келеді. Енді мына жерде жекеше түрі болған үшін көріп тұрсыздар. Бұған тоқталатын боламыз. Бүгінгі сүреміз Суратул Қариға. Әл-Қариға қияметтің аттарынан бірі де ретінде қаралар. Итакта аятта Қариғаның не екендігін саған не хабар берді деп итакта түсіндіріледі. Кешіріңіздер, бұл Такасур сүресі. Мен мына жерді ауыстырып қойыппын ғой. Такасур сүресі, кешіресіздер. Әт-Такасур. Такасури. Енді алғашқы аяттан бастайық, сіздерден сұраған едік. Әлхакумут такасур деген кезде бұл сөйлемнің құрылысын бұрынғы өткен аяттарға байланысты талдай алған кісілер болды ма? Әлха деген сіздердің ойларыңызша қандай біздің бұрынғы өткен етістіктерімізге ұқсайды? Естеріңізде болса, Таббат сүресінде, Мәсәд сүресінде «Уәмә ағна анхум мәлухум уәмә кәсәб» деп келген болатын. Естеріңізде ме? Ағна. Басқа тағы да келген кездері болды. «Инна аътайна кәл кәусар» деген кезде келді. Аъта. Одан басқа «атамахум» деген кезде де атама. Енді біз мына ұқсастығы жағынан соңы әлсіз әріп болып келген етістік ретінде қараймыз, көріп отырғандарыңыздай. Әлха, ағна, аъта. Сіздерге әрине таблицаны бердік, бірақ ол таблицаны үнемі уақыттарыңыз болған кезде қайта-қайта қайталауға тырысыңыздар, чтобы етістіктердің жіктеулігі біртіндеп сіздерде қалыптасу үшін. Бірден қалыптаса қоймайды, қайта-қайта қайталау арқылы қалыптасатын мәселе сарф әсіресе. Бұл түсінікті ме, бауырлар? Қазір біз итакта сарфына тоқталамыз. Ал енді мына сөзімізді енді мастарын біз өте қойған жоқпыз. Өткен Аср сүресінде «Уәтәуасау біз-сабри, уәтәуасау біл-хаққи, уәтәуасау біз-сабр» деп келген етістігіміз бар еді. Қай бапта екендігі естеріңізде ме? Уәтәуасау дегендегі. Бесінші бап емес па, ұстаз? Жоқ, арада әліп бар мынандай. 5-ші бапта шәдда бар. Иә, 5-ші бап шәдда ғой. Иә. Бұл? 4-ші бап. 4-ші бап, ол мыналар. Мыналар 4-ші бап.
Басында хамзасы бар. Әф'ала деген қалыпта. Бұл Tabii. 6-cı bab bауырлар, 6-cı bab. Biz endi so'nggi so'zlarga jeki-jeki aldымен to'xtalamыз. Жаңа қатысқан бауырларымыз бірден былай сұрақ қойғанға не қылмаңыздар, өйткені бұл сұрақ негізі бұрыннан кішкене хабары бар кісілерге қойылған сұрақ. Бізде қайта-қайта келіп жатыр осы жетістіктер. 4-cü бапта келіп тұр. Сондықтан мына жерге біз 4 деген нені қоя кетейік былайынан. Әф'ала формуласы әл-ха. Негізі әл-хая ғой. Алайда яйдың үстіне фатха жазылмайдыса, сондықтан фатхаға сәйкес я емес, нүктесі бар я емес, әлиф мақсура жазылады. Мақсура деген былай кішірейтілген, қысқартылған әлиф деген сөз ғой. Білесіздер, әлиф былай. Ал мынаған да әлиф деп айтылады. Мына нүктесіз яйға да әлиф деп айтады, ona әлиф мақсура деп айтады. Әл-ха. Негізінде түбірі бар бұның. Ләха деген етістіктен туындап тұр. Ләха осы жағы елху деген етістік. Ойнау. Бір нәрсемен айналысу, бос нәрсемен айналысу деген мағынаны білдіретін етістік. Ал осыдан 4-cü бапта келіп тұрған кезде босқа бір нәрсені уақытты өткізу немесе ғибадатты тастай отырып өзін мал жинауға беру деген мағынаны білдіреді. Сондықтан мына қазақша аудармасында айналдырды дегенде назарларыңды аударды деген мағынада бола береді. Яғни сендерді шолдандырып қойды. Яғни мысалы басқасының бәрін қойып тек қана осымен ғана айналысатын жағдайға келтіріп қойды деген мағынада. Бір жағынан алдады деген мағынасы да бар. Алдап қойды сіздері деген мағынада. Әл-ха. Юлхи бізде осы әл-ха келіп тұр. Біздер бауырлар мынандай толық таблицаны береміз, алайда сарымен именно аятта келген жерлерін береміз. Бұл жерде күм деген қосылып жазылатын сендер деген сендерді деген мағынада толықтауыш ретінде замир қосылып тұр. Қосылып келген кезде ортада әлиф мақсура жазыла алмайды. Сондықтан әл-ха деп жазылады. Күм. Әл-ха күм келесі сөзге қосып жеру үшін әл-ха күмут тәкәсүр деп қосып оқып кетеді. Бұл түсінікті ме? Бұны өткенде де айтқан болатынбыз бір келген жерлерінде. Мына соңындағы әлиф көріп отырғандарыңыздай. Бұл әлифіміз ортада қалғанда нормальный әлиф, сөздің соңында жеке тұрып жазылса бұл сөз, онда әлиф мақсура түрінде жазылады. Әл-ха-күм, сендерді айналдырды, сендерді ғибадаттан ұзақтатты деген мағынада бере береміз. Юлхи, әлхи, бұйрық райы, ифал болса илха, мүлхин, мүлхан деп кете береді. Бізде қазір тек қана өткен шағына мән береміз. Тәкәсүр сөзі мына сөз. Аятта әл артиклмен келіп тұр. Тәкәсүр. Көріп отырсыздар, харакатсыз жаза береміз. Харакатсыз жазу деген сөз, сіз егерде мастарын білетін болсаңыз бұл баптың, онда сіз өзіңіз харакатын дұрыс қойып Күбір кәсара ма, ұстаз? Түбірі, иә. Кәсара ма? Кәсура деген түбірі бар. Яғни кәсураның мағынасы не еді? Көбею, иә? Көбейді. Көп болу, иә. Көп болу дегеннен туындап тұр. Ал бұл жердегі мағынасы негізінде фә'ала бабы болса еді, ол сол көбейтуге тырысу деген мағына болса, ал тәкәсара екі жақты бір-бірімен жарысып көбейтуге тырысу деген мағына. Сондықтан аяттың аудармасында бәсекелесу дегенде мал дүниесін артуға көбейтуде бәсекелесу оларды айналыстырып қойды, ғибадаттан ұзақтатып қойды деген мағынада бізде мастар келіп тұр. Басына әл артиклі қойылған кезде соңындағы тек қана тәнвин түседі. Бұл аятта даммамен келу себебі әл-ха деген етістіктің бастауышы, яғни фәғілі ретінде келіп тұр бұл сөз. Фәғіл болған кезде көкпен бояйық, щоб сіздерде белгілі болсын. Түбірі кәсура. Кәсураны мүмкін кездестірмеген боларсыздар, алайда кәсирун деген көп деген сын есімді сыфа мүшәббәһаны кездестірген боларсыздар. Осы түбірден туындап тұр. Басына тә кірді, ортаға тағы бір әлиф кірді, тәкәсара. Арабшада баптар формула қыздар. Болды, формулаға салып жеріп өзіңіз де шығара бересіз.
деген сөз. Мысалы, бізде мына тәкәсүр келді ма, бұның етістігі тәкәсәра ғой деп шығара алатындай болуларыңыз керек. Егер де өздеріңізді жетілдіргілеріңіз келетін болса, осылай жұмыс істеңіздер. Тәкәсәра. Бұл жерде тек қана көбейтуде бәсекелесу емес, тәпсірінде мақтану деген мағынаны, көптігімен мақтану, мал дүниесінің көптігімен, бала шағасының көптігімен бір-бірімен жарыса отырып, яғни мақтану деген мағыналарды да қамти береді. Келесі етістігіміз зара деген етістік. Біздің бұрынғы өткен етістіктерімізден қай етістікке формасы ұқсайды қыздар? Зара. Біз бұл формада бұл етістіктерді әжуаф етістіктер деп айтады. Әжуаф деген кеудесі қуыс дегенді білдіреді. Өте көп етістік өттік біз. жаңағы Қала бар етін десеңіз ма? Қала. Осы жағы не еді қаланың? Кәне құл. Қала яқулу. Содан кейін құл деп кеткен болатынбыз. Дұрыс. Құл. Одан басқа аза, мына әузу дегендегі азамыз да осындай ортасы. Одан кейін ада дегенді өттік. Яузу. Қарасаңыздар, мына харакатсыз мәтін оқу деген сөз, сіздер уже етістіктің формасын ажыратып, дұрыс оқи бересіз дегенді білдіреді. Кәна бар етін естеріңізде болса, кәна осы жағы не болады онда? Якуну. Өте жақсы. Якуну әмірі? Әмірі күн болады. Күн болады. Дәл сол сияқты зара дегенде әжуаф етістік. Әжуаф дегеніміз негізі жауфун деген сөз. Ортасы әлсіз деген сөз ғой. Ортасы әлсіз дегенді білдіреді. Жауфун кеуде дегенді білдіреді. Әжуаф кеудесі қуыс дегенді білдіреді. Сонда кеудесі ортасында негізі үш әріп қой, бұл жерде фәәла ғой формуламыз. Алайда біздің мына формуламызда бұл қауала ғой негізінде. Арабшада мына әлсіз әріптер алдында фәтха болған кезде әлифке айналып кететіні бар. Сондықтан қала болып айналып кетіп тұр. Негізі түбірі қауала. Бірақ қазіргі кезде ол қауала деп қолданылмайды вообще. Түсініңіздер ме? Ол енді бұл толық ары қарай қосымша мәлімет қой, бірақ бұл сабақтың міндеті емес. Қосымша ретінде беріп кетеміз. Зара зиярат етті деген сөз. Біздің қазақшада зиярат деп жүрген сөзіміз осы етістіктің мастар тұйықрай деген сөз. Бізде көбіне зиярат ету деп, біраз қабірді зиярат ету деп қолданып кеткен. Ал арабшада жалпы біреуге барып кіріп шығу, қал жағдайын сұрап шығу деген мағынада, бір қалаға барып қайту деген мағынада, қонақ ретінде бір жерге барып қайту деген мағынада зияра сөзі қолданыла береді. Зара сөзі қолданыла береді. Мысалы, зара Ахмет Алматы десеңіздер, Ахмет Алматыға барып қайтты, зиярат етті деген мағынада. Зара язуру, бізде зуртум деп келіп тұр. Бұл әжуаф етістіктердің жіктелуінде негізі фәәл тум деп келу керек қой бұл формула. Негізі қауалтум, бағанағы асылына қарайтын болсаңыздар, қауалтум. Сонда мына жер әлифке айналып кетті де, екі сукун қатар келмегендіктен түсіп қалды. Қалтум боламайды дейді. Ортадағы түсіп қалған әліптің негізінде вау екендігін көрсету үшін даммамен харакаттайды дейді. Сондықтан құлтум болып кетті. Дәл сол сияқты аузтум, күнтум, құлтум деп дәл солай жіктеліп кете береді. Бұл үшін мысалда біздер қазір Алхамдулиллахи Раббил Аламин, уассалату вассаламу аля сейдина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин, амма бa'd. Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим. Бұл жерде түсіндіре кетейік, өйткені жаңа қосылған бауырларымыз бар. Аузу деген етістігіміз, мына неге PDF-ке де қосатын боламыз, иншалла мәтінден көрсеңіздер болады. Сыйынам дегенді білдіреді. Кімге деген кезде би деген көмекші сөзбен, яғни предлогпен келеді. Неден деген кезде, яда кімнен деген кезде мен деген предлог, яғни харфу жар көмекші сөзбен келеді. Аузу биллахи, Аллаға сыйынам. Кімнен? Минаш-шайтан, шайтаннан. Қандай шайтаннан? Ар-ражим, таласталған, лағнеттелген, таспен ұрылған деген мағыналарды білдіреді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Негізінде мына жерде әлиф бар, алайда хамза деп айтамыз, оны әлиф демейміз. Хамзатул уасыл, үстінен өтіп кететін хамза, мынандай хамза емес.
Сондықтан жазылса да оқылмайтын еді. Көп қайталануына байланысты түсіп қалғандығы айтылады. Би тағы да предлог. Бисмиллахи, Аллахтың атымен. Қандай Аллах? Ар-Рахмани. Бүкіл мақлұқаттарына, жаратылыстарына өте мейірімді болған. Ар-Рахими. Тек қана қиямет күнінде иман еткен құлдарына өте мейірімді болған Аллахтың атымен бастаймын деген негізінде мына жерде бір етістік бар деп қаралады. Әбіда, мен бастаймын, яда біз бастаймыз деген мағынада. Өйткені араб тілінде харфу жарлар, яғни көмекші сөздер, бір етістікпен байланысты сөздер ретінде қаралады. Сондықтан мына жерде де мысалы бейміз аузымен байланысып тұр, меніміз де аузымен байланысып тұр. Харфу жарлардан кейінгі сөздер кәсрамен келеді. Енді мына жерде жекеше түрі болған үшін көріп тұрсыздар. Бұған тоқталатын боламыз. Бүгінгі сүреміз Суратул Қариға. Әл-Қариға қияметтің аттарынан бірі де ретінде қаралар. Итакта аятта Қариғаның не екендігін саған не хабар берді деп итакта түсіндіріледі. Кешіріңіздер, бұл Тәкәсүр сүресі. Мен мына жерді ауыстырып қойыппын ғой. Тәкәсүр сүресі, кешіресіздер. Әт-Тәкәсүр. Тәкәсүре. Енді алғашқы аяттан бастайық, сіздерден сұраған едік. Әлхәкумут тәкәсүр деген кезде бұл сөйлемнің құрылысын бұрынғы өткен аяттарға байланысты талдай алған кісілер болды ма? Әлхә деген сіздердің ойларыңызша қандай біздің бұрынғы өткен етістіктерімізге ұқсайды? Естеріңізде болса, Таббат сүресінде, Мәсәд сүресінде «Уәмә ағна анхум мәлухум уәмә кәсәб» деп келген болатын. Естеріңізде ме? Ағна. Басқа тағы да келген кездері болды. «Инна аътайна кәл кәусар» деген кезде келді. Аъта. Одан басқа «атамахум» деген кезде де атама. Енді біз мына ұқсастығы жағынан соңы әлсіз әріп болып келген етістік ретінде қараймыз, көріп отырғандарымыздай. Әлхә, ағна, аъта. Сіздерге әрине таблицаны бердік, бірақ ол таблицаны үнемі уақыттарыңыз болған кезде қайта-қайта қайталауға тырысыңыздар, чтобы етістіктердің жіктеулігі біртіндеп сіздерде қалыптасу үшін. Бірден қалыптаса қоймайды, қайта-қайта қайталау арқылы қалыптасатын мәселе сарф әсіресе. Бұл түсінікті ме, бауырлар? Қазір біз итакта сарфына тоқталамыз. Ал енді мына сөзімізді енді мастарын біз өте қойған жоқпыз. Өткен Аср сүресінде «Уәтәуасау біз-сабри, уәтәуасау біл-хаққи, уәтәуасау біз-сабр» деп келген етістігіміз бар еді. Қай бапта екендігі естеріңізде ме? Уәтәуасау дегендегі. Бесінші бап емес па, ұстаз? Жоқ, арада әліп бар мынандай. 5-ші бапта шәдда бар. Иә, 5-ші бап шәдда ғой. Иә. Бұл? 4-ші бап. 4-ші бап, ол мыналар. Мыналар 4-ші бап. Басында хәмзасы бар, әфсана деген қалыпта. Бұл 6-ші бап, бауырлар, 6-ші бап. Біз енді соған сөздерге жеке-жеке алдымен тоқталамыз. Жаңа қатысқан бауырларымыз бірден бұлай сұрақ қойғанға не қылмаңыздар. Өйткені бұл сұрақ негізі бұрыннан кішкене хабары бар кісілерге қойылған сұрақ. Бізде қайта-қайта келіп жатыр осы етістіктер. 4-ші бапта келіп тұр. Сондықтан мына жерге біз 4 деген нені қоя кетейік былайынан. Әф'ала формуласы әлхә. Негізі әлхәя ғой. Алайда яйдың үстіне фатха жазылмайдыса, сондықтан фатхаға сәйкес я емес, нүктесі бар я емес, әлиф мақсура жазылады. Мақсура деген былай кішірейтілген, қысқартылған әлиф деген сөз ғой. Білесіздер, әлиф былай. Ал мынаған да әлиф деп айтылады. Мына нүктесіз яйға да әлиф деп айтады. Ona әлиф мақсура деп айтады. Әлхә. Негізінде түбірі бар бұның. Ләхә деген етістіктен туындап тұр. Ләхә
Осы жағы елху деген етістік, ойнау, бір нәрсемен айналысу, бос нәрсемен айналысу деген мағынаны білдіретін етістік. Ал осыдан 4-ші бап келіп тұрған кезде босқа бір нәрсені уақытты өткізу немесе ғибадатты тастай отырып өзін мал жинауға беру деген мағынаны білдіреді. Сондықтан мына қазақша аудармасында айналдырды дегенде назарларыңды аударды деген мағынада бола береді. Яғни сендерді шолдандырып қойды. Яғни мысалы басқасының бәрін қойып тек қана осымен ғана айналысатын жағдайға келтіріп қойды деген мағынада. Бір жағынан алдады деген мағынасы да бар, алдап қойды сіздерді деген мағынада. Әлхә. Юлхи бізде осы әлхә келіп тұр. Біздер бауырлар мынандай толық таблицаны береміз, алайда сарымен именно аятта келген жерлерін береміз. Бұл жерде күм деген қосылып жазылатын сендер деген сендерді деген мағынада толықтауыш ретінде замир қосылып тұр. Қосылып келген кезде ортада алиф мақсура жазыла алмайды. Сондықтан әлхә деп жазылады. Күм. Әлхә күм келесі сөзге қосып жеру үшін әлхә күмут тәкәсүр деп қосып оқып кетеді. Бұл түсінікті ме? Бұны өткенде де айтқан болатынбыз бір келген жерлерінде. Мына соңындағы алиф көріп отырғандарыңыздай, бұл алифіміз ортада қалғанда нормальный алиф, сөздің соңында жеке тұрып жазылса бұл сөз, онда алиф мақсура түрінде жазылады. Әлхәкүм, сендерді айналдырды, сендерді ғибадаттан ұзақтатты деген мағынада бере береміз. Юлхи, әлхи, бұйрық райы, ифал болса илхә, мүлхин, мүлхән деп кете береді. Бізде қазір тек қана өткен шағына мән береміз. Тәкәсүр сөзі мына сөз. Аятта әл артиклмен келіп тұр. Тәкәсүр. Көріп отырсыздар, харакатсыз жаза береміз. Харакатсыз жазу деген сөз, сіз егер де мастарын білетін болсаңыз бұл баптың, онда сіз өзіңіз харакатын дұрыс қойып Күбір кәсара ма, ұстаз? Түбірі, иә. Кәсара ма сөздің? Кәсура деген түбірі бар. Яғни кәсураның мағынасы не еді? Көбею, иә? Көбейді. Көп болу, иә. Көп болу дегеннен туындап тұр. Ал бұл жердегі мағынасы негізінде фәәля бабы болса еді, ол сол көбейтуге тырысу деген мағына болса, ал тәкәсара екі жақты бір-бірімен жарысып көбейтуге тырысу деген мағына. Сондықтан аяттың аудармасында бәсекелесу дегенде мал дүниесін артуға көбейтуде бәсекелесу оларды айналыстырып қойды, ғибадаттан ұзақтатып қойды деген мағынада бізде мастар келіп тұр. Басына әл артиклі қойылған кезде соңындағы тек қана тәнвин түседі. Бұл аятта даммамен келу себебі әлхә деген етістіктің бастаушы, яғни фәғілі ретінде келіп тұр бұл сөз. Фәғіл болған кезде көкпен бояйық, щоб сіздерде белгілі болсын. Түбірі кәсура. Кәсураны мүмкін кездестірмеген боларсыздар, алайда кәсирун деген көп деген сын есімді сыфа мүшәббәһәні кездестірген боларсыздар. Осы түбірден туындап тұр. Басына тә кірді, ортаға тағы бір әлиф кірді, тәкәсара. Арабшада баптар формула қыздар. Болды, формулаға салып жеріп өзіңіз де шығара бересіз деген сөз. Мысалы бізде мына тәкәсүр келді ма? Бұның етістігі тәкәсара ғой деп шығара алатындай болуларыңыз керек. Егер де өздеріңізді жетілдіргілеріңіз келетін болса, осылай жұмыс істеңіздер. Тәкәсара. Бұл жерде тек қана көбейтуде бәсекелесу емес, тәпсірінде мақтану деген мағынанды, көптігімен мақтану, мал дүниесінің көптігімен, бала шағасының көптігімен бір-бірімен жарыса отырып, яғни мақтану деген мағыналарды да қамти береді. Келесі етістігіміз зара деген етістік. Біздің бұрынғы өткен етістіктерімізден қай етістікке формасы ұқсайды қыздар? Зара. Біз бұл формада бұл етістіктерді әжуаф етістіктер деп айтады. Әжуаф деген кеудесі қуыс деген білдіреді. Өте көп етістік өттік біз. Қала бар етін білсеңіз ме? Қала. Осы жағы не еді қаланың?
Kul. Yakulu. Kavale. Kale yakulu. So'ndan keyin kul deb ketgan bo'latimiz. Ya Durust. kul. Kul. Odan boshqa azamna a'uzu degandagi azamizda o'sida Ya. o'rtasida Ada. Odan keyin adam degende o'tdik. Ya'udu. Ya'uzu. Aha. Qarasanızlar mana harakatsiz matn o'quv degan so'z sizlar уже yettitning formasini ajratib durust o'qib berasiz deganni bildiradi. Kana bor etingizlaringizda bo'lsa, kana o'sha jog'i nima bo'ladi unda? Ya. Yakunu. O'ta yaxshi. Yakunu amri Amri kun bo'ladi. kun bo'ladi. Dal sol siyaqda zara deganda ajvaf etdik. Ajvaf deganimiz negizda javfun degan so'z O'rtasi alsiz degan so'z qo'y. Ya o'rtasi alsiz deganni bildiradi. Javfun kevde deganni bildiradi. Ajvaf kevdesi qulf deganni bildiradi. Sonda kevdesi o'rtasida negizda 3 harf qo'ymi bu yerda fa'ala qo'y formulamiz. Alayda bizning mana formulamızda bu qavvala qo'y negizida. Arabçada mana alsiz harfler aldında fatha bo'lgan kezde alifga aylanib ketadini var. Sonduktan qala bo'lib aylanib ketibdi. Negizi tugri qavvala. Biroq hozirgi bizda u qavvala deb qo'llanilmaydi вообще. Tushundingizmi? U endi bu to'liq ar qaray qo'shimcha ma'lumot qo'y, biroq bu saboqning mіндeti emas. Qo'shimcha ретінде berib ketamiz. Zara ziyorat etdi degan so'z bizning qozoqchada ziyorat deb yurgan so'zimiz o'si yetishlikning mastar tuyuqray degan so'z. Bizda ko'pni ziyorat etu deb biroz qabrni ziyorat etu deb qo'llanib ketgan. Al arabchada jalpı birovga barib kirib chiqu, hal жағдайын сұрап шығу degan ma'noda bir qal'aga barib qaytu degan ma'noda qo'noq ретінде bir yerga barib qaytu degan ma'noda ziyara so'zi qo'llanila beradi. Zara so'zi qo'llanila beradi. Мысалы, Zara Ahmad Almaty desеңіздер, Ahmet Almatyga barib qaytdi, ziyorat etdi degan ma'noda. Zara yazuru bizde zurtum deb kelib tur. Bu ajvaf etishliklarning jikteluwinde negizde fa'al tum deb kelu керек qo'y bu formula. Negizde qavaltum bag'anaga aslına qaraytın bo'lsangizlar qavaltum. Sonda mana yer alifga aylanib ketdi-da, 2 sukun qatar kelmagandan tushib qoldi. Qaltum bo'lamaydi deydi. O'rtadagi tushib qolgan alifning negizinde vav ekanligini ko'rsatish uchun dammamen harakatlaydi deydi. Sonduktan qultum bo'lib ketdi. Dal sol siyaqda uztum, kuntum, qultum deb dal solay jiktelib kete beradi. Bu uchun misolda bizlar